Мен Май ауданы Қазақстан негізгі орта білім беру мектебінің 9-шы сынып оқушысы Мусина Толғанай. Бизнес атауы бейнемонтаж жасау. Менің бизнес түрімнің тиімділігі өте көп. Мысалы, біріншіден қаражат қажет етпейді. Басқа бизнес түрлеріне қарағанда менің бастауыма қаражат керек жоқ. Екіншіден, бұл бизнеспен әлемнің кез келген нүктесімен айналыса аламын. Яғни, менің тұрақты жұмыс орным болмағандықтан, мен үйде емін-еркін тапсырыстарды алып, жұмыс істей аламын. Осыған байланысты жолға жұмсалатын ақшам мен уақытым үнемделеді. Үшіншіден, тапсырыс беретін адаммен бетпе-бет кездеспей-ақ жұмысымды жіберіп, төлем ақысын ала аламын. Осыған байланысты бұл екі жаққа да тиімді болып тұр. Осыған ықпал ететін WhatsApp, Telegram, почта секілді мессенджерлер. Төртіншіден, сұраныс көп. Қазіргі заманауи технологиялар дамып жатқан заман талабына сай бейнемонтаждарға сұраныс көп келеді. Бейнемонтаж жасау үшін маған ғаламтор, смартфон немесе ноутбук. Қазіргі таңда әрбір адамда смартфон немесе ноутбук бар. Сондықтан менің бастауыма қаражат керек жоқ. Үшінші, CapCut бағдарламасы. Оны мен Play Market'тен тегін жүктеп алып, қолдана аламын. Бейнемонтаж жасау үшін CapCut бағдарламасын жүктеп алып, кез келген керекті фото немесе видеомызды саламыз. Келген тапсырысқа сай видеомызды өңдеп, анимация салып, фон өзгертіп, ыңғайымызға қарай реттеп алу керекпіз. Әртүрлі эффекттерді салып, түрлендіреміз. Енді бейнеролик тематикасына қарай музыкамызды таңдап жүктейміз. Керекті сөздерімізді жазып, қысқартып аламыз. Соңында шыққан видеомызды телефонға жүктеп аламыз. Менің 3 минуттық бейнемонтаж құным 1000 теңге. Бұл, яғни бастапқы құны. Яғни, сұранысқа байланысты әрбір ай сайын, егер менің жұмыстарыма сұраныс болса, әрбір ай сайын төлем ақысы көтеріле береді. Ендігі, менің бір айлық орташа табыс көзімізді санайық. Орташа айлық іс-шара саны мектеп ішінде 5-6 шараны құрайды. Плюс-минус. Яғни шамамен 3 іс-шараға маған тапсырыс келеді. Оның ішінде 3 сынып, орташа айтқанда 3 сынып тапсырыс береді. Яғни маған 9 тапсырыс келеді. Сонымен санағанда бір айлық орташа табыс көзім 9000 теңгені құрайды. Болашаққа мақсатым. Instagram желісі арқылы өзімді жарнамалап, танымал болу. Қазіргі таңда бүкіл бизнес түрі Instagram желісі арқылы өтеді. Сондықтан өзімнің тапсырыстарымды арттыру үшін Instagram желісі арқылы өзімді дамытып, жарнамалап, танымал ету керекпін. Тәжірибе жинап, бейнемонтаж жасау арқылы ақылы мастер-класстар көрсетіп сату. Яғни тәжірибемді жинап, басқа адамдарды бейнемонтаж жасауға үйрету, көрсету, солай төлем ақысын алып отыру. Назарларыңызға рахмет.